пайғамбарлардың барлығына келген кезде Алла тағала Құранда ей деп сөйлейді. Мұхаммед пайғамбарға Алла тағала ей деп айтпаған. Я Адам, ускун анта ва заужукал джанна дейді. Ей адам, адам атаны айтып отыр ғой. Өзің және де әйелің екеуің жәннатта тұрыңдар дейді. Я Нух, ихбит бисалами минна ва баракат. Ей Нух пайғамбар, кемедегі адамдарыңмен бірге шығыңдар, сәлеммен, берекетпен түсіңдер жердің бетіне дейді. Я Ибрахим, қада саддақта руя. Ей Ибрахим, сен түсті көрдің, балаңды бауыздап жатқан түсті көрдің, және де сол түсті шындыққа шығарып соны істемекші болдың дейді. Я Закария, инна нубашширука би ғуламин исмуху Яхия. Ей Закария, біз саған шал болған сәтіңде бір Яхия деген бала бердік дейді. Я Яхия, хузил китаба би қуа. Ей Яхия, саған берген кітапты мықты ұстан дейді. Сөйтіп айтып келеді де пайғамбарға келген кезде, Я айюхан наби, ей аяулы менің сүйікті пайғамбарым, иттақилла вала тутаил кафирина вал мунафиқин. Ей аяулы менің сүйікті пайғамбарым, мұнафиқтар мен кәпірлерді өзіңе дос тұтпа. Я айюхал музаммил қумил лайла илля қалила. Ей қорқып бүркеніп қалған менің сүйіктім, тұрда тахаджуд намазын оқы. Я айюхал муддаттир қум фа аңдир. Ей бүркеніп қорқып отырған менің пайғамбарым, менің сүйіктім, тұрда адамдарға Алланың бірлігін ескерт деп айтады. Мұхаммед деп келген Құранда аяттар бар, бірақ ей Мұхаммед деп айтқан жерлер жоқ. Уама Мұхаммадун илля расул дейді. Мұхаммед басқа ешкім емес еді, ол тек қана Алланың елшісі еді дейді. Мұхаммед деп айтқан кезде әрдайым пайғамбарлық, елшілік айтылады. Бірақ ей Мұхаммед деп Алла тағала ешқашан пайғамбарға қаратып сөз сөйлемеген. Бұл пайғамбарға деген Алланың ерекше мейірімі, ерекше махаббаты. Еркелеткен де пайғамбарды еркелеткен. Сондай адамзаттың ардақтысы. Азандарда аттары бірге аталып жатыр Алламен. Құранда ешқашан ей Мұхаммед деп айтып көрмеген. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулаллах деп мұсылман емес адам мұсылманшылыққа кіреді. Сол жерде де пайғамбардың атын айтпайынша сен мұсылман болмайсың. Алланы жалғыз деп айтып қана исламға кіре алмайсың. Алланы жалғыз дейсің, Мұхаммед пайғамбарды ақыр заман пайғамбары деп мойындайсың. Сол кезде ғана сен исламға кіресің. Сондай ардақты адамды өкінішке орай заманымызда біреулер муха деп айтып жүр. Оңбаған деп тіл тигізіп жүрді. Педофил деп бидар тағып жүрді. Ондай адамдардың мына дүниеде де, ақиретте де жүздері жарық болмайды ма деп қорқамын мен. Пайғамбарға тіл тигізген адам, Аллаға тіл тигізген адам. Аллаға тіл тигізген адам, ол адам ба?